Бізде жиналыс өткенде айтып жүрген қанша күн уақыттан бері балдардың барлығы жиналды. Команданың екі мүшесі жоқ. Мапоқ Солгей Түркістанда. Аза Алматыда шақырдық. Келем деген етін енді білмеймін енді. Біздің продюсер мырза қазір барлығы не болған ақ-қарасын айтып, ажыратып, дальше не істейміз, 4-ші серия шыға ма, шықпай ма, сол мәселелер бойынша қазір сөйлесеміз. Негізі бәрін аяғына дейін апарғымыз келді. Команданың арасында болып жатқан соңғы жағдай, негізі команданың ішінде балдардың бір-бірімен ешқандай да ренжісіп алып қалған жоқ. Просто продюсер мен Азамат пен Мапоқтың арасында болып жатқан нәрсе. Ақша жағына келіспей қалу, гонорар тағы басқа нәрселер. Біздің балдардың барлығының ойы сыныптасты соңына дейін апарса екен, қайтадан барлығы бұрынғыдай болса екен деген нәрсе ғой. Мен жеке өзім ойым, екі балаға да ешқандай ренжісім жоқ. Просто кеше дұрыс түсінбей қалуларыңыз мүмкін деген сияқты. Сөйлестім, бүгін продюсермен де, екі баламен де жеке-жеке сөйлестік. Бүгін нақты айтылды, болды, үшін барлығы қалды деген сияқты. Осы нәрсені бір кішігірім сіздерге түсіндіріп кетейін деп едім. Ешқандай ренжісім жоқ, екі балаға да көңілім баяғыдай. Ана бұлтты қарайсыздар. Ой, бой. Қорқынышты болып тұрған ше. Ой, бой. Азақ, не жаңбыр болады екен мынау, а? Мынау не жаңбыр болайын деп тұр екен. Көпшіліктерің жігіттер қалайсыздар, аман есенсіздер ма? Бүгін машина шықты, аяқ алсын, айдап көріп жатырмыз енді. Ішінде отырып бүйтіп. Түсіріпті, аты кім еді? Мақсұт ба? Кім еді? Мақсат. Мақсат деген біреу түсірген екен кеше. Выхлопты қандай болады? Бір көрсет жеріңіз кәдімгі, выхлопты қандай болады? Бір көрсетейікші кәдімгі. Жүрегі ауыртып қоярымыз, кимей жатып. Жүрегі ауырып, жүрегі аузына тығылып, күндіз күлкісінен, түнде ұйқысынан айырылып жүрген адамның жүрегін ауыртып қоймай қағайын. Осындай болады выхлоп деген. Андай деп ана өтіріктен бағал дегендей. Пырр деген ол. Выхлоп демейді андай. Көрейік ал. Я думаю, мы сделали то, что надо, брата, от души. Нет, брата, от души. Мынау енді потолок еді, мынау потолок. Да. Ең қорқынышты түсі ғой, в общем. Айттым ғой, ешкім таппайды деп. Ал қаладағы ең шеткі бір ЖК-ға парковкаға тығып қойдым. Бұйыртса машиналар дайын болсын, пока ол дайын болам дегенше тығып қойдым. Мен дайынмын. Лично өзім дайынмын. Ешқандай постанова керек жоқ, жігіттер. Келісіп алайық, мен ұтыла салайын, сен ұтыла салайын деген нәрсе жоқ. Жігітше жарысамыз. Жігітше ключ на ключ болсын, нормальный сум ақшаға болсын, разница жоқ. Өздерің бастадыңдар, мен аяқтап берем, ойрыш. Мен бұл салада, Аллаға шүкір әйтеуір, 1 жыл болды ғой жатқанма ше. Сіздер енді қадам басып жатсыздар сол себепті. Подпроект жинайсыңдар ма, не подпроект жинайсыңдар ма, дайын машина аласыңдар ма, это ваша проблема, жігіттер. Менің монстрым дайын.
Короче, жаралып керек достар деп. Қарасаңыз жарылып қалды. Міне, осындай цвет, короче, мынаны алаңыз да, әлде бір масаға отырып күшті береді. Асқар туақы дайдық. Жоқ, мынау екі тағы жарылып қалды ғой. Бота. Асқардың 55 жылдығына жиналып. Қайттан бар кендер. Короче, тағылып бар келіңіздер. Уже екінші рет барайын жатыр. Аблай, давай, я верю, братан, давай. Короче, Асқар 25 жасымен құттықтаймыз деп, екі жеген сады екі рет жарып алдық қойшы. Қалай ол түсінбеймеді бізді. Ал тұрақ кетсін, жарылып кетпесіне тұрақ жасаймыз біз. Бота? Екі жеген сады қатты обязательно болып тұр ма? Блин! А? Ради прак деп атаңызшы мені. Ағайындылар жиналып қалды. Саларыңды ма? Бір тойға келген ба бір бол. Ұрып қояйын. Күннен бері осы жасырып жүрген көлігім жайында ақпарат болсын, кішігірім. Енді көп оқырмандарым енді қазір пікірталас болып отыр ғой, енді біреуі дипломат деп жатыр, біреуі басқа машина деп жатыр. Енді сәл уақыт қалды, кішкене шыдаңыздар. Құдай қаласа ертең уже выхлоп жасағым келіп отыр ол машинаға. Бүкіл астында трассасын бәрін алып тастап, Алматыдан заказ беріп қойдым. Бұйырса мықты выхлоппен четкий қылып бұйырса. Ой, қызық болайын тұр. Негізі білесіздер, ол машина мен не үшін алдым. Мапоқпен Медичан давай жарысақ, анау деді. Мен енді мына машинамен жарысқа бият болады дедім. Өйткені бұл турбированный ертең. Ой, сенің турбо болған анау дейді. Сол үшін мен сол машина сатып алған болатын. Бір жағында ол машина маған өзіме де қызық болды. Құдай қаласа кішкене шыдасаңыздар, Алла қаласа көрсетем. Выхлоп дайын болғаннан кейін бұйырса көрсетем. Барлықтарыңыз шок боласыздар. Рахмет. Құттықтамайсыңдар ма? Туған күнімен құттықтап, шоке болып тұрмын, бәрі жиналыпты. Боянды білмейміз ғой. Будущему миллиардеру. Ой, рахмет. Все, дайымыз әкетіп, Екі, үш. Кеттік тұрмамыз. Бір, екі, үш, начали. Сізге түсіңіз, шықмай ма не олар? Рахмет. Жетпіс. Бентлиді көреміз бе? Бентли, как вам, ребята?
ғой.